Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, әріптестер. Ғұлама ғалым, жиһангез, шығыстанушы, тарихшы, этнограф, фольклоршы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың туылғанына 185 жыл толуына орай «Мәңгі өлмес жарық жұлдыз» тақырыбындағы кітап көрмемді ұсынамын. Шоқан 1835 жылы қараша айында Құсмұрын бекетінде, қазіргі Қостанай облысы Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын жеріндегі атақты сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Уәлиханов сол кезде Аманқарағай дуанының аға сұлтаны болған. Округ орталығы 1844 жылы Құсмұрын қамалына ауысқаннан кейін дуан аты Құсмұрын болып өзгертіледі. Шоқанның өз атасы Уәли орта жүздің ханы болған. Ал арғы атасы Қазақ ордасының ұлы ханы Абылай. Шоқан оның шөбересі. Шоқан тарихи аңыз әңгімеге ерте бастан ақ қызыққан. Ол жастайынан данагөй билердің әңгімелерін, ақындардың өлең жырларын зор ықыласпен тыңдап өсті. Оған тәрбие беруде сұлтан әулетінен шыққан әжесі Айғанымның ықпалы күшті болды. Ол жас Шоқанға ежелгі қазақ аңыз әңгімелерін, мақал-мәтелдері мен даналық сөздерін жиі айтып отырған. Шоқан 12 жасында Құсмұрындағы мұсылман дінінен сабақ алады. Ауылдық бастауыш мектепте оқып жүріп ақ араб, парсы, шағатай тілдерін жетік меңгереді. 14 жасында кадет корпусына түскенде Шоқан өте алғырлығыменен ұстаздардың көзіне түседі. Оған сирек кездесетін кітапханаға кіруге рұқсат береді. Шоқан өзінің ғылыми жұмыстарын сол кезден сол кітапханада дамытады. Небәрі 30 жас ғұмыр кешкен Шоқан Уәлиханов артына ұрпақтарына көп мұра қалдырып кетті.